Alauddin Mansur деген ұстазымыз bir nesinde айтып жатыр, жұмада үйістіп. Қазір біздерде мынау басты мәселелер қап кетіп, Құранды дұрыстап оқи алмайды да, ойбай бата қылу дұрыс емес, қол көтеру дұрыс емес, бір нәрсе дұрыс емес дейтіндер шықты ғой мысалы үшін. Осынша уақыт дұрыс болып келген. Сонда Алауddin Mansur ұстаз айтып жатыр да, бұл дейді арабша мәтінін әдейі келтірмекшім дейді да, хадистің дейді. Мәтінін келтірмесем көп адам деп қалады дейді. Соның мәтінін айтады да, мына қол көтерудің, біздің қазақ елінің. Пайғамбар қолы Наби саллаллаху алейхи вассалам мән да'a дейді қараң. Кім дуа қылса дейді қараң. Фарафа'a ядайхи, екі қолын көтерсе деп жатыр да. Фа инналлаха жа'илу фи ядайхи рахматан ва баракатан дейді. Алла Таала осы екі қолына бүкіл рахмет, берекені жаудырады деп жатыр. Енді арабша мәтінде қараң. Фала яруддухума дейді қара. Тастап жібермесін дейді. Хатта ямсаха бихима вajha. Со екі қолды бетіне сипамай тастап жібермесін дейді да. Бетін сипасын деп жатыр қараң. Бірақ қолдың арасы бүйтіп ашық тұра ма, бүйтіп не қылып тұра ма, о да мәселе емес. Мәселе қолды дуа қылып, мына жаңағыдай бетке сипауда. Соны ұстазымыз айтады, бұл хадис біздің ата-бабамыздың бәрі осы хадиске сүйенген дейді да. Енді бүйтіп тұрған адам қандай керемет, Алладан. Бер деп. Аллаху акбар деп. Енді қарап тұрсаңыз, құрметті жамағат, бір кәмпит-сәмпит, пішіне бір нәрсе жеп атыста, рахат деп не жазып қойған анау. Мысалы үшін да енді. Демек мына рахаттың фирмасы, дұрыс па? Бір нәрсе қылсаң, бір биркілер жазып қояды, дұрыс па? BMW мысалы үшін, или Toyota мысалы үшін да. Сен қайқа барсаң да, сол фирманікі ол. Енді қараңыз, құрметті жамағат. Біздің құлағымызға Алла деп жазып қойыпты қараң. Аллах деп тұр да құлағымыз. Қолымыз Аллах деп тұр. Аспан жерді айналсаң да, ол Алланыкі, ол адам. Алла Таала мен жараттым, мендікі деп тұр да. Енді қалай біз Алладан басқаға табынамыз да? Құлағымызға печат жазып қойса, қолымызды Алла деп қойса, осы нәрсенің бәрін істеп жатқан осы қол емес па? Алпауыт, 300 этаж үйлер болсын, басқа болсын, мысалы үшін да. Мына бір нені бір айтып кете салайын. Аллахумма лакал хамду кама янбағи ли жалали ваджхика ва ли азими султаника дегенде Пайғамбарымыз алейхиссаламның бір жамағат айтқан, періштелердің бүкілі жиналып, жаратылған бүкіл періште ананың сауабын жазамапты ғой. Сауабын жазамапты. Содан Алла Тааланың алдына барған кезде оны өзім берем деген екен да, жаңа несін. Соны енді өмірінде бір мәрте айтқан адам, өмірінде, ол иншалла жәннат адам да, мақтауды, хамдыны да. Соны бір ұстаз айтып жатыр, Әлижан Қары деген. Осы батаны істеп, Алла, жұмысыма береке бер деймін, жұмысым берекелі болады. Жақсы келін деймін, жақсы келін келеді. Балдарым тәрбиесі жақсы болсын деймін, ол жақсы болады. Алла, дүние бер деймін, бәрі болып жатыр дейді ғой, осыны оқысам да. Соқса бұл тілге жеңіл екен, қараң. Аллахумма лакал хамд кама янбағи ли жалали ваджхика ва ли азими султаника да, қараң. Бұның есебін періштелер жазамайды екен да. Сол үшін осыны не қылсаңыздар? Не қылса, бір айтып желе салайық. Аллахумма лакал хамду кама янбағи ли жалали ваджхика ва ли азими султаника. Алла Таала осы немізді қабыл қылсын, жақсылық берсін. Алла табарака ва тааладан дуа қылайық. Мына қанша ұстаздарымыз өтіп кетті. Сол ұстаздарымыз Алла Таала рахметін алсын. Осы мына Қызылту елді мекенде қанша аталарымыз өтіп кетті. Алла Таала оларды рахметін алсын. Қабірлері жәннат болсын. Мына имам ұстаздарымыздың Алла табарака ва таала малына, кәсібіне, мына оразағаларымыздың Алла Таала барша жақсы жұмыстарына Алла Таала береке берсін. Көзден, тілден, сұқтан сақтасын. Еліміздің егемендігі мәңгілік болсын, я Раббана Карим. Ва саллаллаху таала аля хайри халқихи Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин би рахматика я рахман. Ассаламу алейкум.